Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dostlarım. Кеше алды күні ораза уақыты болған. Құрбан айт мейрамының алдында ұстаған оразаларыңыз бәрі қабыл болсын. Бүгін құрбан айт мерекесі. Құрбандық шалып отырғандардың құрбандықтар қабыл болсын. Дұға тілектер қабыл болсын. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Ал біз күнделіктегідей таңертеңгі тренировкаларымызды, процедураларымызды шет-шетінен жасап істеп жатқан жайымыз бар. Процедура бізде таңертеңгі дұға тілектермен араластырып, мынандай таңертеңгі табиғаттың шығында утренняя роса дейді. Сонда жүріп, осындай табиғаттың аясында, керемет табиғаттың аясында дұға тілектер тілеп, Аллах Тағалаға ризалығымызды айтып, тәубашілігімізді айтып істейтін жайымыз бар осылай. Одан әрі қаратай жоспар бойынша кете береді. Жаттығуларымыз бар. Қазір табиғаттың аясында кітап оқуды кіргізіп жатырмыз. Кешеден бері кіргіздік. 1 сағат осы жерде табиғаттың аясында таза ауада кітап оқимыз. Ол керемет екен. Кеше мен өзімізге ощущать етіп көрдік. Далада керемет екен. Білім жақсы қонады. Ары қаратай жалғастырамыз. Одан кейін тренировкаларымыз бар. Біздің тренировка жасап кете береміз. Ары қаратай жаттығулар жұмысы бар. Сол біздерге қосылыңыздар. Күнде сағат таңертең демалыс деген жоқ. Күнде Астана қаласы ботанический сад фитнес клуб бар. Бір фитнес клуб бар. Соның алдында кездесеміз. Ровно сағат 4:30-да сол жерде кездесеміз. 4:45-те ол жерде ешкім болмайды. Кетіп қаламыз. 4:45-те, таңғы 4:45. Содан кейін басталып кетеді біздің тренировкаларымыз, жаттығуларымыз, процедураларымыз бар. Ол сағат 9-ға дейін. 8:30-9-ға дейін. Енді қалай тез бітеміз, солай тез ертеректе бітуіміз де мүмкін. Сол құрметті достарым, осындай әдемі, керемет сәттерді бірге істеп, бірге шынығып, бірге дамып, бойымызды дамытып, көп нәрселерге жете берейік. Одан әрі қаратай да қоса береміз біз. Пайдалы қасиеттерді бойымызға дарыта береміз. Жаман қасиеттерден бойымызды арылта береміз. Бисмиллахиррахман деп бірге істейміз соның бәрін. Ассалаумалейкум достар. Қосылыңыздар.